Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен тигр тортын жасайтын боламыз. Ал ендеше бастайтын боламыз. Бізге айран, осындай сұйық май қажет, және де осы сәбіз пюресі қажет. Бұл пюрені мен қолдан жасадым. Оған соданы қосатын болып, барлығын бір араластырып алатын боламыз. Қалай жасалу жолын описанияға жазып кететін боламын пюренің. Енді бізге осындай 3 жұмыртқа қажет. Оған біз кішкене көпіртіп алғаннан кейін барып, үстіне шекерімізді жаймен сала отырып көпіртетін боламыз. Біздің жұмыртқамыз ағарды. Енді осының үстінен жаңа дайындап алған пюремізді құятын боламыз. Алдын ала дайындалған. Енді ұнымызды салып, разрыхителімізді салып, миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз осындай сарғыш түске енеді. Енді осыны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне біз какао қосатын боламыз. Міне осындай қоңыр түс шығады. Енді формамыздың диаметрі 18 см. 3 қасық сарғыш түстен, 3 қасық қоңырқай түстен құйып, осылай тура видеодағыдай құя отырып, барлық тестамызды құйып шығатын боламыз. Барлығын құйып алдық, 170 градуста пісіріп алатын боламыз. Енді біздің бисквитіміз пісті. Енді крем дайындаймыз. Қаймағымыз 20-25% қолданамыз. Сливкиді және де сахарная пудраны салып миксерлейтін боламыз. Біздің заттарымыз холодильниктен шыққан болу керек. Міндетті түрде мұздай күйінде, жылып кетсе бізден крем шықпайды. Осындай сұйықтық болды. енді біз бисквитімізді 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөлгенде бетіндегісін ғана алып тастайтын боламыз. Қалған астындағысын 3 бөлікке бөлетін боламыз. Беткі бөлігін біз қазір оны блендермен езіп алып, бетіне украшение жасайтын боламыз. Міне астыңғы бисквитті салдық. Енді кремімізді осылай құя отырып жайғастыратын боламыз. Креміміз менде сұйықтау болды. Осындай қаймақтан болғандықтан. Екінші бисквитімізді саламыз. Тағы да кремімізді салып, үстіңгі бисквитімізді қойып, оғанда бетіне крем жағып, холодильникке 6 сағатқа жіберетін боламыз. Енді қалған бөлігін осылай блендермен езіп алатын боламыз. Біздің тортымыз холодильниктен 6 сағат тұрып шықты. Енді кальциясымызды шешіп ажыратып аламыз. Жан жағына кремді осындай беткі бөлігінен алып, осылай барлық жеріне тигізіп шығамыз. Майдаланған крошкілерімізді осылай бетіне сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, біздің тортымыз дайын. Кесіп жеп көрейік. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі ерекше болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Аса қатты қымбат заттарда кетпейді. Сол себепті сіздерге ұсынатын боламын. Егер де рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айгерім.